Ақылды ару. Бұрынғы өткен заманда қарадан шыққан бір хан болыпты. Хан елін әділдікпен сұрайтындығы үшін ел оны жақсы көреді екен. Ханның жалғыз ұлы болыпты. Ер жеткен соң хан ұзақ сапар жүрмек болып, баласын өз орнына уақытша хан сайламақ болыпты. Жолаушы жүруден бұрын баламды сынап көрейін, елді әділ сұрай алар ма, жоқ па деген ойға келіп, баласына билікті ұстатыпты. Хан баласының елді әділ сұрамағанын байқапты. Теріс екені біліне тұрса да, байдың сөзін сөйлепті. Ақты қара деп бұрмалап, өз білгенінше билікті тыңдамай кетіп қалыпты. Сонда хан: балам әлі ақылына келмеген екен. Елді әділ сұрамай, елдің наразылығына ұшырады. Енді бұл еңбек істеп мал бақсын. Ақылына жеткенде билік берейін деп, баласына жылқы бақтырып қойыпты. Балам, сен мына жылқыны бақ, ат жалына шай қайнатып әкел, және 2 ат мініп, бір аттың ізін түсіріп кел, деп тапсырады баласына. Хан баласы жылқыны бағады да, әкесінің тапсырмасын орындай алмайды. Баласы жылқыны бағуын бақса да, тапсырманы орындай алмаған соң, енді оған қой бақтырып қояды. Баласының алдына 60 ісек қой салып береді де: осыны ендігі жылы қозлатып әкелесің, деп тапсырады. Баласы еркек қойды қозлатудың амалын таба алмай қиялданып жүреді. Хан баласы малын өрістетіп бара жатқан жолында, қараша үйдің есігі алдында бір кедейдің қызы күнде таңырқап қарап тұрады екен. Хан баласы: осы қыз маған неге көп қарай береді, өз сөйлесіп көрейінші, деп қыздың қасына барады. Бала жақындай бергенде қыз: мына баққаның кімнің қойы? Хан баласы қой бағушы ма еді? Не үшін қой бағып жүрсің? деп сұрайды. Хан баласы басынан өткен оқиғаларын, қойды не үшін бағып жүргенін, әкесінің берген тапсырмасын, оны орындай алмай жүргенін айтып беріпті қызға. Мұны естіген соң қыз ханның жұмбақты тапсырмаларының шешуін айтып беріпті. Хан сені сынап жүр екен. Бұл тапсырмаларды орындау өте оңай. Ойлансаң, тауып орындаған болар едің, дей келіп, былай деп шешеді. Ат жалына шай қайнатып кел дегені туралы, сен бір шақша Насыбай алдағы аттың жалына байлап апар. Насыбайдан бір атқан адам бір шай ішкендей болып құмарынан шығады. 2 ат мініп, бір аттың ізін түсіріп кел дегені туралы, буаз бие мініп барсаң, ішіндегі құлынымен 2 жылқы болады да, бір жылқының ізін түсіреді. Баққан қойыңды уағында тұзға қандырып, шұрайлы жерлерге бағып тойдыр. Сонда семірген қойларыңды базарға апарып сатсаң, біреуін 4 қойдың бағасын алады. Бұл еркек қойды қозлату болады. Осыларды орындасаң, сен ханның сынағынан өтесің. Арада бірнеше ай өткен соң, ханның баласы қыздың үйреткен ақылы бойынша буаз бие мініп, оның жалына Насыбай шақша байлап, семірген қойларын айдап, ханның алдына барыпты. Баласының тапсырманы орындағанына ғажаптанып: балам, мұны өзің біліп орындадың ба, әлде біреу-міреуден үйрендің бе? деп сұрапты. Бала: өзім таптым, деп жауап беріпті. Хан баласының әрекетінен өзі таппағанын сезіп, қайталап сұрағанда, баласы шынын айтыпты. Сонда хан
бұл кедейдің қызы бекер қыз емес, өте ақылды, данышпан көрінеді. Бұл қызды балама алып берейін, деп ойлайды да баласына. Балам, сол қызға құда түсейік, мақұл боламысың, дейді. Баласы қызды алуға разы екенін айтады. Сөйтіп ақылды қызды баласына алып беруге кедейдің үйіне барыпты. Хан үйіне барып амандық білдіріскен соң, қызды сынамақ болып, қыздың өзімен төте сөйлесіпті. Қыз ханның ұлына баруға разы болғаннан кейін, қалың мал туралы кеңесіпті. Хан қызға қарап мұртын сипапты. Қыз бұған басын шайқапты. Хан сақалын сипапты. Қыз оған да көнбейтіндігін білдіріпті. Онан соң хан шашын сипапты. Қыз сонда мақұл көргендік рай білдіріпті. Ханның мұртын сипағаны, мұртымдай мал берсем дегені. Сақалын сипағаны, сақалымдай мал берейін дегені. Шашын сипағаны, шашымның көптігіндей мал берейін деген екен. Сонымен хан келінін үйін алып қайтыпты. Келін түсіп аз күннен кейін хан ұзақ сапарға шықпақ болып, аттарын ерттетіп әзірленгенде келіні: «Атам бүгін жолаушы жүрмесін, жолы болмайды, ертең жүрсін», депті. Мұны естіген хан: «Келінім білгіш еді, бір нәрсені сезген болу керек. Болады, ертең жүрейін», деп сапарын тоқтатыпты. Ертеңінде тағда әзірленіп, аттарын ерттетіп жатқанда, қанжығасына білдірмей, 40 кәрі жілікпен бір құрым киізді бөктеріп қояды келіні. Хан сапарына аттанып жүріп кетеді. Хан бір жерге келгенде, бастаудан су ішпек болып, аттан түсіп жатып, қанжығасындағы кәрі жілік пен құрым киізді көреді. «Өй, ақмақтар! Менің қанжығама өңкей қу сүйекпен құрым киізді бөктеріп қойғаны несі?» деп кәрі жілік пен құрым киізді қанжығасынан алып, лақтырып жібереді. Осыдан кейін 40 қарақшы жолығып қалып: «Біз сені өлтіреміз», дейді. Сонда хан қанжығасындағы 40 кәрі жілік пен құрым киіздің босқа байланбағанын, мұны келіні байлағанын біледі. 40 кісімен жүр деген сөз екенін сезеді. Хан қарақшыларға жөнін айтып, мені босатыңдар десе көнбейді. Көп дүние мүлік берейін десе көнбейді. Сөйтіп хан бұлардан құтылу және оларды жою үшін жұмбақ тайла қолданбақ болыпты да қарақшыларға қарап: «Сендер көнбедіңдер. Мен жаңағы айтқан дүние мүлкімнің үстіне мына нәрселерімді де берейін», дейді. «Менің ордама сендерден 2 адам барып, келініме айтсын, менің 60 ақбас атанымды, 100 боз тайлағымды, өтпейтін шой балтамды, оның асыл қайрағын қоса берсін. 2 алтын терегім бар, екеуінің де басын кеспей берсін. Осыларды алыңдар да, менің қасықтайғанымды қиыңдар». Қарақшылар бұған мақұл болып, араларынан 2 мықты адамды шығарып, ханның айтқан дүние мүлкін алып келуге жібереді. 2 адам шапқан бойы ханның аулына барыпты. Ханның келінін шақырып алып, хан тапсырмаларын айтқанда, ақылдару жауап қайырып: «Ханның айтқан нәрселерін түгел берейін. 60 ақбас атан дегені хан елінің ақшашты 60 ақылды кәриясы. 100 тайлақ дегені 100 боз баласы. Өтпейтін шой балта дегені ханның баласы. Асыл қайрақ дегені хан ұлының келіншегі мен. 2 алтын терек дегені осы келген 2-ің боласыңдар», дегенде әлгі екеуі сасып қалыпты.
қаптап тұрған әскер екеуін ұстап, қолдарын байлап алып жүріпті де, 60 қария мен 100 жігіт Әділханды құтқаруға аттаныпты. Бұлар келсе, 40 қарақшы жайбарақат жатқан екен. Бәрін дереу ұстап, қаруларын тартып алыпты. Ендігәрі ел тонамайтын, дұрыс жолда жүріп, кәсіп ететін уәделерін алып қоя беріпті. Қариялар мен жігіттер ханды құтқарып, еріне қайтыпты. Келінінің данышпандығына сүйінген хан келінінен үнемі ақыл сұрап тұратын болыпты. Ел ханның бұл келінін ақылдару деп атап кетіпті. Енді балалар ертегілердегі кейбір сендер түсінбей қалама дейтін сөздерге түсінік жасаймыз. Ақылдарудағы қарадан шыққан деген сөз қара жай халық дегенді білдіреді. Ісек қой, 3 жасар еркек қой. Қараша үй деген кедейдің үйі. Насыбай деген бұрынғы кісілер ерніне салатын темекі. Жырайлы жер, құнарлы тың, жақсы жер деген сөз. Шырайлы тіл деп айтылады. Атан түйе, піштірілген жүк артатын түйе. Тайлақ, 1 жастан асқан түйе баласы. Шой балта, үлкен балта.